Сәлем достар. Бүгін құйрық майды маринадтайтын боламыз. Олай болса, кеттік. Міне достар, мінекей мынау қойдың құйрығы. Бұның бәрі жуылған, дайын. Енді мен мына қазаныма суымды құйып, мінекей ысылай уже жағып қайнатайын деп жатырмын. Енді осы қазанға майды саламыз. Құйрықты саламыз. Бұл бір қайнағаннан кейін көбігін алып, бір 15 минуттай қайнатамыз. Содан кейін аламыз. Қайнап жатыр. Көбігін аламыз. Осылай 15 минут қайнатамыз. Енді мінекей лимон соғын кішкене сығып салып жіберемін. Дәмін жақсартады, иісін әкетеді. Кішкене қара бұрыш саламыз. Лавровый жапырағын саламыз. Мінекей болды, енді пісті. Бұны алып душылаққа саламыз. Он 15 минут пісіріп алдым. Душылаққа салып, сорықтырып, қазір суытып, сосын мариновкасын жасаймын. Енді аламыз да. Бүйтіп кесеміз. Так, бүйтіп кесіп аламыз. Міне достар, бұл мариновкаға тұз, копченый паприка, бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыш, чеснок. Осының бәрін араластырып аламыз. Бұлай етіп. Бүйтіп қоя береміз. Так, достар, енді мына паприкаға бүйтіп салып, ал достар, дәмін қарайық.
керемет. Өте дәмді, күшті. Достар, егер де видеом ұнап жатса, лайк басып, парақшама жазылып кетіңіздер.